Құрметті оқушы, біз бүгін өзіңмен қолдану аясы шектеулі сөздердің түрі, көнерген сөздер туралы әңгімемізді бастаймыз. Көнерген сөздер деген атынан-ақ айтылып тұр. Ескі замандарда қолданылған, кейбіреулері қолданыстан шығып қалған, немесе аттары жаңа заманға сай өзгерген сөздер. Міне мұндай сөздерді көнерген сөздер дейміз. Осы көнерген сөздердің қазақ тілінде екі түрі бар. Біреуі архаизмдер, екіншісі историзмдер. Архаизмдер дегеніміз бұрын басқаша аталған атаулары, бірақ қазір аттары өзгерген, бірақ қолданылатын сөздерді айтады. Есіңе сақта оқушы, тарихи сөздер мен историзммен шатастырып алма. Бұрында қолданылған, қазірде қолданылады. Бірақ бұрын басқаша аталған, қазір атауы өзгерген сөздер. Мысал үшін қарасақ, отарба дейді. Отарбаны қазір қолданбайды, бірақ зат атауы өзгерді оның. Пойыз деп айтамыз. Пойыз деп қолданамыз ғой. Байрақ дейміз. Қазір ту деп айтамыз. Кейде байрақты да әдеби сөздердің ретінде қолданамыз. Аэроплан дейміз. Бұл ұшақ. Бұрын аэроплан деп атаған. Парк дейді. Бұл саябақ. Заказ дейді. Тапсырыс. Космос дейміз. Қазір ғарыш дейміз. Байқап отырсың ба? Сонда отарба да, заказ да, космос да, парк те. Міне, бұлардың барлығы да көнерген сөздердің қатарына еніп кетіп отыр. Оның ішінде архаизмдерге жатады. Ал көнерген сөздің екінші бір түрі бар. Ол историзмдер. Кейде тарихи сөздер деген атаумен де келеді. Бұл белгілі бір тарихи кезеңде шыққан, белгілі бір заманға байланысты, тарихи оқиғаға байланысты шыққан, бірақ қазір қолданыстан мүлдем шығып қалған сөздер. Бұл сөздердің бар екенін біз романдардан, тарихи фильмдерден ғана біле аламыз. Мысалы, патша, уәзір, жебе қарап отырсақ, қазір қолданылмайды бұл сөздер. Жебе, садақ, қорамсақ, Қызылотау. Қызылотауды біле білсек, бұл октябрь төңкерісінен кейін қазақ даласында ауылдық жерлерге келген кезде жаңалықтарды ала келген белгілі бір ұйымның түрін Қызылотау деп атаған. Қазір оны қолданбайды. Нөкер, сарбаз дейміз. Қарап отырсақ, міне бұл сөздердің барлығы да өткен заманменен кеткен, қазір қолданыстан шығып қалған көнерген сөздің түрі историзмдерге жатады. Историзмдерге сонымен бірге хан деген сөз жатады, болыс деген сөз жатады, ауылнай деген сөз жатады. Мінекей, кезінде батырлардың жаңағы сауыты, дулығасы, қорамсағы үстіне киген киімдер жатады. Абақты, зындан дейміз, бұрын терінде түрменің орнына қолданылған. Мінекей, осындай сөздердің барлығында тарихи сөздерге жатқызады